Жақсы балалар, біздер сабағымызда бастамас бұрын алдыңғы өткен тақырыптар бойынша сіздерге сұрақтар қояйын, иә, пысықтап алайық. Біздер алдыңғы сабақта не өтіп едік? Құрлықтар. Қандай құрлықтар бар еді бізде дүние жүзінде? Өте жақсы балалар. Енді мен сіздерден мына куб арқылы дүние жүзінің жаңағы жер шарымызды көрсетейін. Кәнекей келіп қараңыздар. Дүние жүзінде ең үлкен құрлығымыз не дедік? Евразиямыз, иә? Одан кейін солтүстік Америка, оңтүстік Америка, Антарктида, Австралия. Енді балалар, біздің жер шарын қараңыздаршы. Көп бөлігі не алып жатыр? Су алып жатыр. Су алып жатыр, гидросфера алып жатыр, иә? Дүние жүзінде неше мұхит бар еді? 4 мұхит. Міне қараймыз енді, қараңыздар. Қандай мұхит? Ең жаңағы үлкеннен бастап айтайықшы? Балалар, біз жағы жер шарын кубтан қарадық, иә? 3D моделін қарадық. Енді балалар, осы біз жер шарына саяхат жасайық. Жер шарын саяхаттау үшін мана көп бөлігі не алып жатыр дедік? Су алып жатыр. Яғни олар көп бөлігі не деді? Мұхиттар, иә? Сол мұхитқа зерттеу жасау үшін барлығымыз кемеге отырып саяхат жасайық. Өзімізге ұнаған кемені осы жерден таңдап алайық та, сол кеменің артында балалар өздеріңіздің топтарыңыздың аты жазылған, сол топ бойынша бөлініп отыра қойыңыздар. Жақсы балалар, бөлініп алдық па? Қандай атаулармен бөлініп топқа бөліндік? Мұхиттарға бөліндік, иә? Біздің дүние жүзіндегі 4 мұхит бойынша бөлініп алдық. Енді біздер балалар осы мұхиттарға зерттеу жүргіземіз, иә? Не үшін бөлініп алдық? Зерттеу үшін. Ендеше балалар, біздің жаңа тақырыбымыз мұхиттардың зерттелуі. Дәптерге алып, жаңа тақырыпты жазып алыңыздар. Мұхиттардың зерттелуі. Дәптерді ашып жазып алайық тақырыбымызды. Одан кейін балалар сабақтың басында көптеген тапсырмалар орындайтын боламыз. Сол тапсырмаларды орындаған кезде өздеріңізді бағалап отырасыздар. Яғни өзін-өзі бағалау парағын таратамын сіздерге. Яғни кеме беріледі. Осы кеме әр тапсырма бойынша кезең бойынша бөлінген. Егер тапсырманы түсініп толыққанды орындасаңыз, жасыл түспен бояйсыздар. Ал егер әлі түсінуді қажет етсем десеңіздер, сары түспен бояйсыздар. Әлі мен дұрыс түсінген жоқпын десеңіздер, қызыл түспен бояп отырасыздар. Түсінікті ме? Мен сіздерге жеке бағалау парағын тарататын боламын. Өздеріңізді жаңғы тапсырма бойынша бағалап отырасыздар. Жақсы балалар, біздерде енді манағы мұхиттардың зерттелу тарихына үңілетін болса, сонау ежелгі антика кезеңінен басталған екен. Антика кезеңі қай ғасырларды қамтыды? 2-4 ғасырларды. Айтасыңдар балалар. Сол ғасырларда қандай ғалымдарды есіңізге түсірейікші? Жарайсыздар. Сол Геродот, Эратосфен ғалымдардың еңбектерінде құнды деректер қалдырып кеткен екен. Атлант мұхиты бойынша ең алғаш викингтер Атлант мұхитын шарлаған екен. Викингтер яғни көптеген өздеріне керекті пайдалы қазбалар, өзіне сауда-саттықтарды орнату мақсатында қарақшылар дейміз, викингтер қарақшылар, иә? Ұлы географиялық ашылулар заманымен, яғни экономикалық саяси кездің дамуы, үлкен географиялық ашылулар заманы болды, иә? Ұлы географиялық ашылулар заманы қай ғасырларды қамтыды? 15-ші ғасыр, дұрыс айтасыңдар. 15-ші және 18-ші ғасыр қамтыған екен. Сол уақыттарда Қытай, Үндістаннан келетін товарларымыздың барлығы сауда-саттықпен келетін Еуропаға қарай өткен уақытта византиялықтар, египеттіктер өздеріне керектілерін ала білген. Ал бұл жерде еуропалықтар өздері шет қалған. Сондықтан еуропалықтар өздеріне
мұхит арқылы шығатын жолды іздеуге Васко да Гама деген саяхатшымыз өзін Пиреней түбегінен Тынық мұхитын кесіп өтіп Африканы жағалай Үндістанға баратын жолды тапқан екен. Балалар, осы Атлант мұхитында жаңағы біздің әйгілі үлкен жаңағы кемеміз қандай еді? Әйгілі Титаник дегеніміз алып үлкен кеме. Бұның ішіне, міне қарасаңыздар олар, 2200 адам саяды екен. Осы саяхатында жаңағы Титаник неге барып соғады? Айсбергке соққан уақытта бұл жерде не болады? Батып кетеді, Титаникіміз. Бұл барысында сол апаттың болуына себеп, ол кезде түн қараңғы болған, айдың жарығы көп жаңағы мұхитқа шағылысып түспеген, және де мұхиттың басында не болған? Буланушылықтың әсерінен мана айсбергті көрмей қалған екен. Оған көптеген кемелер апат болатын алдын ала айтса да, бұлар жаңағы көп тыңдамай біздің кемеміз барлығын жеңеді үлкен жылдамдықпен өтем деп ойлайды, бірақ айсбергке соғып опат болады екен. Осы 2023 жылы Титан Батискаф деген не шығады? Үлкен кеме саяхатқа шығады. Осы маусым айының 18 маусым айында шығады да, осы тереңдікке 3,7 мың тереңдікке барып, жаңағы ненің әсерінен жарылады? Сынның әсерінен біз көрдік па, ақпараттар естідік па осы Титан Батискаф? Бұның ішінде 5 жолаушылар, бір капитан мен 4 жолаушы. Осы 5 адам жаңағы қысымның әсерінен опат болады екен. Бұл жаңағы Батискаф. Сонда әлі күнге дейін мұхиттардың астын зерттеу барысын қарап жатыр. Одан кейін балалар, біздерде дүние жүзіндегі ең үлкен мұхитымыз не еді? Тынық мұхиты. Тынық мұхитын біздерде шығыс жағалауын алғаш болып зерттеген Васко да Гама деген саяхатшымыз. Одан кейін барып 1520 жылы өзін жаңағы Пиреней түбегінен шығып, Атлант мұхитын кесіп өтіп, оңтүстік Американың оңтүстігінде мына отты жері аралынан өзіне Магеллан бұғазының атағын берген саяхатшымыз бізде кім дедік алдыңсақ? Фернандо Магеллан деген, Фернандо Магеллан осы Тынық мұхитын жағалауын 3 ай 20 күн жаңағы жүзген екен. Фернандо Магелланның саяхаты Филиппин аралдарында Фернандо Магеллан қаза табатта, оның сенімді серігі Элькано деген жалғастырып, қайтадан өзінің еліне оралады. Сонда дүние жүзін айналып шыққан кім деген саяхатшы? Фернандо Магеллан. Дұрыс айтасыздар, осыны білулеріңізге. Және Тынық мұхитына атау берген. Австралияның шығыс жағалауын зерттеген Джеймс Кук деген саяхатшымыз бар. Қай жер зерттеген? Австралияның шығыс жағалауларын зерттеген. Одан кейін барып, балалар осы мұхитқа жаңағы Үнді мұхитының тереңдігін ең алғаш есептеген кім деген саяхатшы дедік? Джеймс Кук. Үндістандағы Үнді мұхитына ең алғаш тереңдікті есептеген осы Джеймс Кук екен. Соны естеріңізге сақтаңыздар. Одан кейін барып, осы Джеймс Кук мына Антарктидаға көптеген жаңағы саяхат жасағысы келді, бірақтан да жасай алмады. Себебі бұдан бастапты. Көптеген мұздықтардың әсерінен, қатаң климаттың әсерінен әрмен қарай ол есе алмады, бара алмады. Одан кейін балалар, француз саяхатшысы Жакик Кусто деген осы мұхиттарға кетіп, жаңағы костюмды ойлап тапқан екен. Акваланг деген костюмды ойлап тапқан екен. Не деген костюм? Акваланг костюмы. Қаяқтың саяхатшысы дедім? Француз саяхатшысы. Кім деген? Жакик Кусто. Дұрыс айтасыздар, Жакик Кусто деген. Міне осылар балалар, осындай тарихы бар бұл мұхиттардың. Түсінікті ме? Ендеше балалар, сұрағымызды әрмен қарай жалғастыру үшін мен сіздерге тапсырма беремін. Ол тапсырмамыз біздерде бірінші тапсырма теңдеме деп аталынады. Яғни сіздерге өздеріңіздің тобыңыздағы мұхиттың атауын жазасыздар. Одан кейін ауданын, шайып жатқан материгін, ең терең жерін, орташа терең жерін, және мұхиттар ішінде нешінші орын алатындығын сіздер жазып бересіздер.
Ол үшін мәліметті алдарыңызда тұрған ноутбуктан Google-ге кіріп іздейсіздер, өздеріңізге мұхит туралы мәліметтерді алып, сосын топ бойынша жазып бересіздер. Сіздерге берілетін уақыт 5 минут, 5 минуттың ішінде орындап бересіздер. Қазір мен сіздерге мына түйіндемені таратайын. Бұл топтық жұмыс, барлығымыз топ болып орындаймыз, балалар. Топ болып орындайсыздар, топ болып орындайсыздар. Балалар, міне дұрыс тауыпсыздар. Енді осы мәліметтерді оқи отырып, мына түйіндемелеріңізді толтырыңыздар топ болып, Так, ана түйіндемені толтырамыз, оқып, танысып. 5 минут уақыт кетті. Жақсы, балалар, болдық па? Аяқтадық па? Уақыт аяқталды. Аяқтадық па? Жақсы. Енді бастайық. Ең бірінші біздің үлкен мұхитымыз Тынық мұхитына бастайды. Бұл топта кім оқиды? Жақсы, оқи ғой. Мұхит атауы Тынық мұхит. Ауданы 78,6 миллион квадрат километр. Ол шайып жатқан материкті Батыс Азия мен Австралия, шығыстан Антарктида жағалауымен шектеседі. Ең терең жері Мария шұңғымасы. Жақсы оқушылар, бізде екінші мұхитымыз қандай мұхит? Атлант мұхитына кім оқиды? Жақсы, оқи ғой. Мұхит атауы Атлант мұхиты. Жақсы, балалар, енді келесі Үнді мұхитынан тыңдайық. Кім айтады? Диар айта ғой. Мұхит атауы Үнді мұхит. Ауданы 76,8 миллион километр квадрат. Ол шайып жатқан материктер Африка, Аустралия, Азия мен Антарктида. Ең терең жері 7209 метр зон шыңғымасы. Орташа тереңдігі 3711 метр. Мұхиттар ішінде нешінші орын алады? Үшінші орын алады. Жарайсыздар, балалар, қолдау білдіріп қояйық топтарымызға. Отыра қойыңыздар. Келесі бізде төртінші мұхиттан Аяру. Жақсы, оқи ғой. Мұхит атауы солтүстік мұзды мұхит. Ауданы 14,8 миллион километр квадрат. Ол шайып жатқан материктер Еуразия мен Солтүстік Америка. Ең терең жері Гренланд теңіз 5527 метр. Орташа тереңдігі 1220 метр. Мұхиттар ішінде нешінші орын алады? Төртінші орын алады. Жарайсыздар. Өте жақсы. Барлық топтар керемет орындап шықты. Жарайсыздар. Балалар, енді өзін-өзі бағалау парағын бірінші тапсырманы орындадық қой. Бояп отырыңыздар, өзін-өзі бағалау. Бірінші тапсырма түсініксіз болса, жасыл түспен әлі түсінуді қажет етемін десең, сары түспен бояп отырасыздар. Барлығы түсінікті болса, жасыл түспен бірінші тапсырманың түсін бояйсыз, мына жерден бастайсыз. Астынан бастайсыз, балалар, міне. Бірінші тапсырмамыз, міне, астынан бояйсыз. Шетпес астын бояйырмыз. Өзін-өз бағалау парағын балалар ұмытпаймыз. Әрбір тапсырмада осылай бояп отырамыз. Түсінікті? Жақсы, балалар, бірінші тапсырма түсінікті болды ғой, барлығымыз орындап бітірдік. Енді екінші тапсырманы орындаймыз. Біздерде екінші тапсырмамыз орныңды тап әдісі картамен жұмыс. Яғни сіздер манағы өздеріңіздің мұхиттарыңызды тауып, атласпа алдарыңызда жеке жұмыс, атластарыңызды ашасыздар, және кескін картаға сол мұхиттарыңызды белгілеп, ең терең жерін тауып белгілейсіздер. Түсінікті? Мана ең терең жерін жаздық қой түйіндемеде. Соны картадан тауып атласқа белгілейсіздер. Балалар, тапсырма түсініп орындап тұрып па? Мына дескрипторға назар салыңыздар. Дескрипторды қарап отырыңыздар, осы дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Барымыз жаңағы немен? Мұхиттың ең терең жерін орындайсыздар. Ең терең жерін сызып жатырып қоя. Сызып жатсыздар ма? Дұрыс, өте жақсы. Қандай шыңғыма екен сіздерде ең терең жері? Дұрыс айтасыздар. Сіздерде ең терең жері? Гренланд теңізі екен, Гренланд. Неше мың метрге созылады? 5527 метр. Өте жақсы, дұрыс.
Жақсы, барлығымыз белгілеп жатыр екенбіз балалар. Болғаннан кейін мына бағалау парағын ұмытпаймыз бояуды. Түсінікті? Әр тапсырма сайын бояп отырасыздар. Бағалау парағын ұмытпаймыз. Жақсы балалар, енді біздер келесі тапсырмамыз Learning Apps платформасымен сіздерге шұңғыманың атауы берілген, яғни дүниежүзілік мұхиттардың ең терең шұңғымасын сәйкестендіріңіз дейді. Бұған қол көтеріп, топтан бір оқушы жауап береміз, иә? Ендеше бастайық. Енді қарайық балалар. Қол көтерейікші, кім нені біліп отыр? Жақсы, Абзал. Қайсың көресіз? Гренландия теңізі. Иә, Гренландия теңізі қаяқтың несі? Ең терең жер? Солтүстік мұзды мұхиттың. Жарайсың. Енді бізде қарайық. Солтүстік мұзды мұхитты Гренландия теңізінің солтүстік мұзды мұхит картасына апарайық. Жақсы. Келесі кім бөліп отыр? Қол көтерейік балалар. Иә. Аяқжан, Айнұр. Мариана шұңғымасы Тынық мұхитында. Жарайсың. Тынық мұхитына әкеліп біздер сәйкестендірейік. Келесі кім нені көріп отыр балалар? Иә, Диар. Зонг шұңғымасын. Ол қай жердің терең жері? Үнді мұхиты. Жарайсың, дұрыс айтасың. Үнді мұхитынікі Зонг шұңғымасы. Келесі бізде қалып тұрған Пуэрто-Рико шұңғымасы. Иә, айта ғой. Атлант мұхиты. Атлант мұхитының ең терең балалар, міне бәріміз белгіленіміз дәл шықты. Жарайсыздар балалар қатысқандарыңызға. Біздер әр мұхиттың ең терең жерін нақтылап белгілеп алдық. Иә, балалар? Енді бұл тапсырмадағы мынау өздеріңіз бағалау парағын белгілеп отырыңыздар. Енді балалар, келесі біздің тапсырмамыз. Балалар, ендеше келесі мен сіздерге осындай көрсеткім келіп тұр. Яғни, осы мұхиттардың тереңдігін есептеу үшін біздерде ең алғашқы осы лот арқан арқылы есептеген екен. Ең алғаш Фернандо Магеллан өзінің лот арқаны 300 метрге дейін тереңдікте болған екен. Міне, қарап отырып па балалар? Осылай жаңа кемемізге мынадай лот арқанға ішіне құм салып, ары қарай жіберген екен. Енді қазіргі таңда балалар бұрын лот жаңағы арқанмен есептеді дедік қой тереңдікті. Қазіргі таңда мына эхолот деген жаңағы құралмен есептейді екен тереңдікті. Эхолот деген немен құралмен есептейді екен. Енді балалар қазіргі кемеде эхолот арқылы жіберілген дыбыс уақытымен 1500 метр секундқа дейін жетеді екен. Түсінесіздер ме? Неше? 1500 метр секундқа дейін жетеді екен дыбысы. Енді балалар мынадай тапсырма бар. Бұл үшін манағы жіберілген дыбысымызбен дыбыстың судағы жылдамдығын бірге көбейтіп, осы есепті шығарады екенбіз. Жаңағы тереңдікті есептейді екенбіз. Түсінікті? Ол үшін мына жердегі сіздерге тапсырма берілген жұмыс дәптермен жұмыс жасайсыздар. Өздеріңіздің жұмыс дәптеріңіз бар ма балалар? Соны ашыңыздар да мына есепті орындаймыз. Сіздерде көрсетілген, қараңыздар, егер эхолоттың дыбысы 6 секундтан кейін қайтып оралған болса, осы нүктедегі мұхиттың тереңдігі қандай дейді. Келесі сіздерде дескриптор берілген, осы дескриптор бойынша қарап отырып жұмыс орындаймыз. Аша қойыңыздар мына нені. Міне, 17-ші беттегі жұмыс дәптерден есепті шығарамыз. Балалар, есебімізді аяқтадық па барлығымыз? Иә! Енді кім оқиды? Аяғыр сен оққың келіп тұрма? Қанеке оқышы. Мен 6-ны 1500-ге көбейттім, 9000 метр шықты. Мен және оны 2-ге бөлдім. 4500 метр шықты. 2-ге бөлген себебім, оның баруы 750, келуі 750. Сонда барлығы 1500 метр секунд. Жарайсыздар, балалар, өте жақсы. Өздеріңізді бағалауды ұмытпаңыздар, бағалау парағын. Балалар, енді біздер мұхиттардың зерттелу тарихын, жалпы мұхиттардың терең жырын біліп жатырмыз ба? Түсініп жатырмыз ба? Оларыңызда сіздерге бекіту сұрақтары берілген. Zipcrit платформасы бойынша, мына жерде топ бойынша өздеріңіз дұрыс нұсқаны белгілейсіздер. Мен сосын сіздерді тексеріп шығамын. Түсінікті ме? Уақыт сіздерге 3 минут беріледі.
дүниедегі ең үлкен, ең терең мұхит. Солтүстіктен оңтүстікке меридианға солып жатқан ұзын мұхит. Үнді мұхитында алғаш болып тереңдігін есептеген ағылшын теңізшісі. Аквалангты ойлап тапқан француз зерттеушісі. Үндістанға мұхитқа баратын жолды ашқан кім? Сол туралы сіздер белгілейтін боласыздар. Дұрыс нұсқасын белгілейсіздер. Уақыт аяқталды, кәнекей тексерейік енді. Әзбере ғой. Дұрыс, өте жақсы, міне. 5 сұрақтың 5-еуіне жауап берді топ. Жарайсыздар. Келесі топ. Жақсы, жарайсыздар, өте жақсы, барлығына жауап беріңіздер. Өте жақсы. Балалар, біздер жаңа бекіту сұрақтарын аяқтадық, иә? Яғни, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма, балалар, сіздерге? Бүгінгі сабақта не үйрендіңіздер? Не білдіңіздер? Жарайсыздар, тарихын білдік, иә? Маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма, түсінбеген? Балалар, ендеше біздер сабақ аяқтауға жақындады. Үйге тапсырма, мұхиттарға көмек керек деген тақырыпта эссе жазып келеміз. Түсінікті ме? Жазып аламыз. Содан кейін балалар, рефлексия. Бүгінгі сабақ бойынша манағы сіздердің кемелеріңіз бар ғой. Соған сіздер білім теңізіне әкеліп жабыстыра қойыңыздар. Сабақты қаншалықты түсіндіңіздер, сол туралы рефлексия алайық. Білім теңізіне барып жабыстыра қойыңыздар. Апай менен анда келеді. Мені сынан жабыстыра қойыңыз. Өте жақсы балалар, бүгінгі сабақты түсінген екен. Теңіздің жаңағы қуатысына жабыстырып жатырмыз. Өте жақсы. Балалар, сабақ түсінікті болды ма? Жақсы. Ой, жарайсыздар. Жақсы балалар, барлығымыз жаңағы рефлексияны жасыл түспен белгілестер. Өте жақсы. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын, иә? Балалар, түсінікті ма? Енді бір-екі оқушы бүгінгі сабақ бойынша айта кетсеңіздер қорытып. Кім айтады? Бүгінгі сабақта не түсіндіңіздер? Яру? Мен бүгінгі сабақтан мұхиттардың тарихы туралы, және де сол саяхатшылар туралы, және де ол саяхатшылардың аттарын, не істеген жөніндегі іс-әрекеттерін білдім. Өте жақсы, жарайсың. Басқа, айта ғой. Мен бүгінгі сабақта мұхиттардың атауларын білдім, нешінші орындағы дарындағын білдім, кемелерді білдім, тағы да басқа заттарды білдім. Келесі, кім айтады? Дияр. Бізге қызықты болған аквариумдағы лот. Яғни ең алғашы жаңағы лотпен, лот арқаны арқылы тереңдікті не істеген екен, есептеген жөнінде сізге қызықты болған екен. Жақсы, рахмет балалар. Бүгін мен құрлықтармен және мұхиттардың атауларын білдім. Ғалымдардың, саяхатшылардың атауларын білдім. Сосын судың астын тереңдігін қалай зерттегенін көрдім. Өте жақсы. Жақсы, рахмет балалар. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Бүгін мұхиттың зерттелу тарихын сіздерге толық түсіндіріп, сіздердің естеріңізде қалаттай қылып сабақ өтті деп ойлаймын. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.